Армысыздар ағайын туысқан бауырлар, бүгін 31 қаңтар 2024 жыл, күн сәрсенбі. Астана қаласындағы Қабанбай Батыр көшесінің бойындағы Hyundai Premium Астана автосалонына келіп қалдық. Сыртқы көрініс. Солтүстік жағында Lexus автосалоны болатын болса, өздеріңіз білесіздер, оңтүстік жағында Майкар орналасқан. Мына ауласы автосалонның, өздеріңіз көріп отқандай бұу көліктер. Бұл атақты Hyundai автосалоны ғой, кезінде заманында дүрілдеген. Осыдан 5 жыл бұрын, 6 жыл бұрын Hyundai мен Kia-ды ғой Қазақстанда сатылымның көшбасшысында тұрған. Әлде Hyundai алдыңғы көштің басында, Chevrolet'тен кейін. Оны енді ішіне кірген соң айтып жатамыз қай модельдері бар екенін. Бұлар кезінде Hyundai'дың акценті көп өтімді болды ғой. Одан кейін Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe дегендер өте көп сатылған болатын. Мына көліктердің бәрі айдалған көліктер. Тағы да армысыздар ағайын туысқан бауырлар, дәл көз алдарыңызда Hyundai Tucson автокөлігі. Hyundai Tucson кроссоверге жатады. Мұның бастауы, егер тарихқа үңілетін болсақ, Hyundai Tucson 2004 жылдан бастап шығарыла бастады. Содан бері қарай міне 20 жылда өтіпті. Ал енді дәл алдарында тұрған Hyundai Tucson, бұл 4-ші поколение Hyundai Tucson, яғни 2020 жылда осы таныстырылған болатын. Өзіндік бір ерекше дизайны бар. Сондықтан мынау 4-ші поколение Tucson, бұл Қазақстандағы бір ең өтімді көліктердің бірі. Ай сайынғы сатылым бойынша хит продажда түспей келе жатыр. Бірінші орында Chevrolet Cobalt көлік алатын болса, ал екінші орыннан ылғи осы Hyundai Tucson'ды сатылым бойынша көріп келе жатырмыз. Hyundai Tucson көпшіліктің көлінен шықты, өзіндік бір ерекше дизайнмен. Мені байқап отқан шығарсыздар, бұл өзіндік стилистикасын қалыптастырды. Алдыңғы радиатор решеткасы өте бір ерекше болды. Дневной свет дейді, күндізгі светтер мына жерлерге орналасты. Міне осының бәрі төменге дейін жанады. Мына жерлердің бәрі ерекше болып жанады. Ал енді ближний дальний свет дейді. Сол фарларды мына бампердің мына бір қуысына орналастырды. Мынау қазір көз алдарыңызда ашық қоңыр түсті металлик екен. Бұл алдыңғы жетекті болады, және де толық жетекті кроссоверге жатады. Мына жерде тұрған көліктің бағасы 14 миллион 990 дейді, сонда 15 миллионның бағасы. Ал негізінде бұның арзан бағасы 13 миллион 500 алдыңғы жетекпен, ал толық жетектің бағасы 500 мыңдай қымбат болады, яғни 14 миллионнан басталады деген ақпарат бар. Бұл машина өте өткіш болып тұр қазіргі заманда. Хит продаж деп атамыз орысша. Мына бүйірлерінде өзіндік бір силуэттері бар. Бұл Ресейдің кейінгі Весталарында болды ғой. Есіктерінде өзіндік бір ерекше симметриялық сызықтары бар. Мына жерде артқы ең кіші жағында соңғы есіктен кейін нержавейка дейді, тотпаспайтын темірден жұқалап тұрып, осындай вставка салынған. Міне артқы көрінісі, бензин құюы сол жақта орналасқан. Артқы есіктен кейін титан дискілері өзіндік бір силуэті қалыптасқан, өзіндік бір ерекшелігі бар. Дизайн бойынша көріп отырсыздар. Міне Tucson'ның арты. Tucson деген жазу тұр. Енді Hyundai Tucson деген атау қайдан шықты? Мен сіздерге айта кетейін. Америка құрама штаттарының Аризона штатында Tucson деген қаланың атауы бар. Сол қаланың атауының құрметіне осы Hyundai сол атауды алды. Hyundai Tucson дейді. Hyundai Tucson деп атады. Жаңа қаланың аты, Америкадағы қаланың аты Tucson. Аризона штатында орналасқан қаланың атауы. Міне көрдіңіздер, дизайн бір ерекшелігі. Мынау Toyota RAV4-дің колесный аркасы дейді ғой. Сол сияқты мына жерде де бір 4 бұрыштырау өзіндік бір ерекшелік болып. Бұрын кішкене болса да
дөңгелек болып келуші еді ғой. Қазір мынау қырланып, колесной аркасы ерекшеленетін болды. Мына төбесінде спойлер бар, мынандай жалпақ, және де ұзыннан жатыр, теп-тегіс болып. Міне ішкі көрінісі. Оны енді бір қазір ішінде бөлек көрсетеміз. Ал енді Hyundai Tucson'ның ішкі көрінісін таныстыра өтейін. Бісміллә деп есікті аштық. Міне есіктің ішкі қаптамасы. Ашылу өзіндік бір ыңғайлы жасалған. Мына жердің бәрі электропакет. Мына көз алдарыңызда руль, мультируль. Мынау спицалары бір арнайы бір дизайнмен өзіне тән қылып жасаған Hyundai Tucson маркасы. Мына мультируль деп айтады. Мынау бүкіл басқару рөлде орналасқан. Алдарыңызда табло электронный. Ортасында консольда дисплей тұр үлкен. Төменгі жағында бұл да сенсорный қып жазу бар, бірақ бұларда сенсорный, климат контроль, подогрев сиденья, обдув, осылардың бәрі төменгі жағында жасалған екен. USB көрініп тұр, 12 вольт. Ал енді мына жерде старт стоп деген кнопканы көріп отырсыздар. Дәл бір өзіндік бір орынға қойған екен. Мынау селектордың несін көрейік. Міне рычага. Мынау ручник дейді. Бұл да электронды екен ручник. Қазіргі көп көліктерде бұны бұрын қолмен тартып жатушы еді ғой ручникті. Қазір бәрі электронный. Міне ішкі көрінісі. Орындықтардың қаптамаларын қараңыздар. Өзіндік бір ерекше. Бұл машина немен ерекше? Бұл енді айта кетейін. Қытайдың көлігі әлі танылмай жатыр. Қытайдың көлігіне көп адамдар әлі настороженно дейді. Орысша айтқанда әлі қауіппен қарайтын адамдар бар әлі. Ал енді Hyundai мен Kia'ны білесіздер. Соңғы 10 жылда бұл қазақстандықтардың сеніміне кіріп алды. Сондықтан алғашқыда Жапон мен немістің машинасын қатты жақсы көретін адамдар кейін қалтасына қарай, ыңғайына қарай осы кәрісін 2 маркасын алушылар саны көбейіп кетті. Сонымен бұл өзіндік бренд қалыптастырып қалды, сенімге кіріп алды. Сондықтан Қытайдан қорқатын адамдар әлде болса да осы Hyundai мен Kia'дан аса алмай жатыр. Сондықтан неге Kia'ға құмарсыңдар, Hyundaiға құмарсыңдар десек, бұл надежность деп қояды, сенімді деп қояды, сенімді деп айтып жатады. Әркімнің талғамы әртүрлі ғой. Бірақ қазір мынау дәл осындай размердегі Қытайдың көліктері бұдан әжептәуір арзанға сатылып жатыр. Бұлар Chery, бұлар Chang'an, бұлар Haval, бұлар Jetour, бұлар Amoda көліктері бұлардан әлде қайда біраз арзан бағада сатылып жатыр. Дегенмен ол Қытайға да танылу керек болып тұр. Сондықтан бағаларын олар да төмен түсіріп жатыр. Ал енді Hyundai мен Kia өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы ешқандай бағаны түсірген жоқ, акцияға түскен жоқ, бағалары әлі арзандаған жоқ. Бұлар сол бір өзіндік бір бағаны ұстап тұр. Аман сау болыңыздар. Кеш жарық ағайын туысқан бауырлар, қазіргі обзор Hyundai Elantra көлігі. Жаңа Elantra автосалонға келіпті. Биылғы 2024 жылғы модель. Бұл негізі өзгеріске душар болған 7-ші поколение Hyundai Elantra ғой. Hyundai Elantrаны таныстыратын болсақ, бұл Hyundai Elantra Hyundai'ның ішіндегі ең бір сатылымы көп болған көліктер болған кезінде. Бұл средний размерлі дейді, орта размерлі седан көліктерге жатады, жеңіл көліктерге жатады. Және де бұл өз заманында кезінде сатылымға көп еге болған көліктердің маркалардың бірі. Оның размері Toyota Corolla'ға ұқсайды. Kia Cerato, одноклассник дейді ғой, сыныптастары. Skoda Octavia, Volkswagen Gentra. Міне осы көліктерге размері ұқсайды. Мысалы, атақты Honda Civic бар ғой. Міне соның класстарына жатады. Орташа размерлі жеңіл көлік көп саналады.
Олар кезінде атақты болды. Бұл Toyota Corolla'дан кейінгі өтімді седандардың бірі болды Европада. 2008 жылдары, 2009 жылдары, 2010 жылдары хит продажының бірі болған Hyundai Elantra. Бұл Hyundai Accent'тен кейінгі сәл үлкендеуі ғой. Бұл жаңа Hyundai Accent пен Hyundai Sonata'ның ортасындағы размер десек болады Hyundai Elantra'ны. Бұның қазіргі бағасы 10.990.000 деп тұр автосалонда. Ал енді жаңа серий импорт дейді. Қазір Қытайдан тікелей жаңағы әкелетіндер 9 миллионның үстінде Қытайдан алып кеп жатыр. Қытайдағы Hyundai заводынан әкеп жатыр. Бұл да бір Қазақстандағы өтімді көліктің бірі. Соңғы модель бұл 7-ші поколение дейді. Сол 7-ші поколениенің өзі 2020 жылы шықты. Соңғысыны биыл өзгертуге сәл өзгерістерге душар болды да биылғы 2024 жылғы модель. Алдыңғы жағы, фардың бұрылысы, және де мынау алды сызықша болып күндізгі жарықтың өзінше бір дизайн болып шешілді. Мынау қазір артқы жағын көрсетейін. Бұл енді баяғыда седан болып аталатын, кейін лифтбек болып кетті. Дегенмен бұның багажнигі кәдімгі артқы тереземен қоса ашылады. Міне анау Hyundai Tucson'ның дискісі сияқты, бұның да бір өзінше ерекше өрнегі бар дискісінің, титан дискісінің. Өздеріңіз байқағандай, жаңа Tucson'дағыдай мына жер төмен көрдіңіздер ме, анау тіс сияқты, кілік сияқты шығарған. Біреулер подъелка шығарды дейді. Артқы фарларды. Міне Hyundai Elantra'ның дизайны. Бұл дизайн Hyundai Sonata'да бар етін соңғы шыққан. Міне соңғы қырын қараңыздаршы. Мына шеткі қырлар өзіндік бір силуэт беріп тұр. Бағаларын жаңа айтып өттім. 10.990.000 басталады. Енді 11 миллион дей берсек болады ғой. Ал енді Қытайдан серий импорт, Қытайдан тікелей әкеп атқан адамдар бар. Қазақстанға олар енді 9 миллионнан под ключ әкеп жатыр деп естідік. Аман сау болыңыздар. Өздеріңіз білетіндей, мынау Hyundai Elantra'ның моторы екі түрлі болады. 1.6 немесе 2 куб. Бисмилля деп мына ішіне кіріп көрейік. Міне Hyundai'ның есігінің ішкі қаптамасы екі түсте жасалған екен. Ашық сұрлау, жасыл сұрлау түсті және қара пластигі қаттылау сияқты. Бірақ бұның дизайны ерекшелігі бар енді қатты. Екі планшет орнатылған. Мына шеттен көрсетейін. Мына жерде приборный панель бір планшетті орнатылатын болса, ортада бір планшеттер. Мына жерінде бұрайтыны бар. Мына жерде де не қылатын кнопка жасапты. Және де кнопка білесіздер өте ыңғайлы ғой. Мынау пештің ұруы, жылдамдығы, және де қай потокпен пеш тұрады. Төменгі жақтан ба, жоғары жақтан ба жаңа вентиляцияны басқару. Және де мына екі крутилка қойып қойған. Мына жақтан ыстық пен суықты реттейді. Мынау Hyundai Tucson'дағыдай мынау коробканың селекторы. Бұл да кәдімгідей ручник екен. Көрдіңіздер ме? Міне ручник. Автомат коробка. Мына жерін көрдіңіздер ме? Осы бір Hyundai'да бір өзіндік бір стиль, дизайн. Мына консолдың дәл орталығында мынандай бір ерекше нәрсе жасап қойған. Міне панель. Осы қазіргі мода болып тұр осындай бір. Панельдің асты жағын бүйтіп шығарып қою. Және де мына кнопканы көрдіңіздер, мына панельдің выступы дейді, шығып тұрған жеріне мынау старт стопты қойып қойған. Мынау рульге келсек те, рульда мына рульдің спицасын қараңыздар. Мультируль. Барлық кнопкалар рульде орнатылған. Рульдің ортасы дөңгелек көп жасалған.
4 спицалы. Міне өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар. Мынау есіктің ішкі қаптамасы. Мынау орындықтың қаптамалары. Орындық спорт тақылетті қылып жасаған. Аспортивленный дейді ғой. Спорттық сияқты қылып, спорттық кресло сияқты қылып жасаған орындықтарды. Міне бағана бағасын айтып кеттім. 10 миллион 990-нан басталады автосалондарда. Hyundai Elantra жаңа дизайны. Ал енді жаңа серия импорт дейді. Қытайдан алып, Қытайдың заводынан тікелей әкеп жатқандар 9 миллионға под ключ әкеп жатқан сияқты Қазақстанға. Енді Hyundai'дың Elantраның іші бір керемет деп бір мақтай алмаймын. Өзіндік бір дизайны бар. Бірақ осы тақылетті Қытайдың көліктерінен дизайны төмен деп есептеймін. Не дегенмен Қытайдың осы тақылетті көліктері, мысалы, Geely Emgrand алайық. Енді одан кейін одан сәл үлкендеу, білесіздер, Chery Ariza деген. Енді оның дизайны ішкі оснащение дейді ғой. Енді ол бөлек. Қытайдың заманы келетқанның белгісі ма, кім біледі? Қазір заманда Қытай соңғы кезде дизайн бойынша алдыда келе жатыр деп айта аламыз. Hyundai Elantrаны ішін көрсеттім сіздерге. Аман сау болыңыздар. Кеш жарық ағай туысқан бауырлар, бүгін 31 қаңтар 2024 жыл. Hyundai Premium Астана автосалоны Астана қаласындағы Қабанбай Батыр даңғылының бойында. Мына өздеріңіз көріп отқандай Hyundai Sonata. Бұл енді F классқа жатады. Орташа размерлі. Одан сәл үлкендеу десек те болады. Мынау соңғы 2024 жылғы модель екен. Мынау бұның Hyundai Sonatадан кейінгі ең үлкені бар. Премиальный маркасы бар. Hyundai Grandeur дейді. Сол Grandeur'ның соңғы поколениясіне ұқсап тұр мынау дизайны. Новая Sonata деген жазуы бар. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұның бағасы 13 миллион 990-нан басталады дейді. 14 миллион ғой. Осындай бағадан басталады екен. Бұл Hyundai Sonata 1985 жылдан бері қарай шығады. Алғашқыда артқы жетекті болды, задний привод болды бұл машиналар, кейін передний привод болды. Міне артқы дизайны. Бұл Hyundai Sonata Toyota Camry'дің классына жатады. Toyota Camry'лер сияқты. Volkswagen Passat, Toyota Camry, Honda Accord, Kia K5, Kia Optima деген бар ғой. Міне осылардың бәрі одна классниктер. Nissan Tiana бар. Міне осылардың бәрі бір-бірімен конкурент десек те болады. Ал енді Американ алатын болсақ Ford Mondeo бар. Одан кейін Chevrolet Malibu бар. Міне осылардың бәрі сыныптастар десек болады. Одноклассники деп атады орысша айтқанда. Міне өздеріңіз байқап отырсыздар. Honda Accord, Toyota Camry, Nissan'ın несі бар ғой, үлкені. Kia Optima, мынау Hyundai'дан Sonata, Chevrolet Malibu, Škoda'da da бар. Осындай размерлі жеңіл көліктер. Дизайн өзіндік бір ерекше. Қазіргі мына Camry'де де мына құлақ сияқты шығатын болды ғой, артқы айналары. Міне артқы дизайн. 2018 жыл шыққан соңғы Sonatаларда кішкене өзгертті да, дизайнды өзгертті. Іші мынандай. Енді ішін қазір бөлек түсіретін боламыз. Hyundai Sonatаның артқы айнасының орналасуын көрдіңіздер ма? Бұл баяғы Audi B4-ді осылай еді ғой орнатылу, я? Әйтпесе оға дейін көліктердің бәрінде мына бұрышта орнатылатын.
білесіздер, ВАЗдың машиналарында бар, Audи'де де сондай еді. Кейін Audи'дің B4 бар ғой. Соларда B4, Audi 80 B4 бар ғой. Соларда осындай айнаны мынандай жерге орнатқан етін. Бұл Audi 80-дерде бар. Сол міне бәленбай жылдан кейін мынандай қымбат көліктерге де қайталанып жатыр. Әр нәрсе өз уақытына келгенде қайталанады екен ғой, кейбір дизайн элементтері. Міне Hyundai Sonatаның ішіне кірдік. Мынау ерекше бір несін қараңызшы. Ерекше белгісі. Міне руль. Бұл да руль 3 спицал екен. Бағана Tucson'да да, Elantra'да да 4 спицал еді ғой, да? 3 спицалы руль. Мынау сплошной планшет. Мына көрдіңіздер ме? Мен қазір төбеден де түсіріп көрсетейін міне. Приборный панельмен, мынау медиа, климат контроль, бәрі ұзыннан ұзын бөліксіз планшетпен жалғасып жатыр. Мына жерлерді көрдіңіздер. Бұл қазір соңғы шыққан Camry'де де сондай қылды. Бұл Қытайдың маркаларында да бар. Панельді бүйтіп алып келеді да, мына жерден төмен сүреді. Мына жерден төмен сүреді панельді. Сөйтеді, мына жерге выступ қылады, қырғылады да. Мына жерде кнопкалар бар екен. Міне аварийный кнопка. Мына жерде де бұрайтын біреу, бұрайтын екеу. Мына жерлерде жаңағы пештердің несін бәрін кәдімгі кнопка жасаған. Ешқандай сенсор емес, кәдімгі кнопка. Мына жерде де міне климат контролды қосымша джойстик қойған. Міне. Енді мынада ешқандай скорость селекторы жоқ. Оны көрдіңіздер ме? Міне. Мына кнопкаларыңызды қараңыздар, міне. Ешқандай скорость салыну деген, міне. Мына жерде мынандай бір ерекшелік бар екен. Қазір рөлдің шетінде көремін. Мына бүйтеді. Сонда осымен алдыға, артыға жүре беретін болды. Мына жерде П дегенді көрдіңіз бе? Міне. Стояние ішіне тормоз шығар. Ал енді мына жерде міне стоп, старт осы жерге қойған сияқты. Ал ішімен таныстырдым. Hyundai Sonata. Қатты бір ерекше бір дизайнды көріп отқан жоқпын. Скромный сияқты іші. Орындықтардың қаптауы дизайнында бір қатты бір өзгешелік байқамадым. Іші қап-қара түсті, және де алюминий түсті мынандай сызықшалар бар. Мына жерде бар. Міне мына жерлерде бар. Одан кейін мына жерде бар екен. Ешқандай скорость салатын нәрсе жоқ. Осының алдындағы Hyundai Sonatада болды, а мынада ешқандай жоқ. Соғыранда мына жерде бір мынандай міне шығып тұр выступ. Алдыға былай қарай бұралады екен. Міне. Мына жерден сонда ручник мына жерде болып тұр ғой. Міне. Сонда осы жерге жасап қойған болып тұр ғой. Өзгешелік. Мына жерде мен динамиктерді былайға шығарып кетті. Динамикті. Есіктің де қаптауы. Аман сау болыңыздар.